Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік әрі дәмді шығатын пирогтардың бірі зебра пирогын жасайтын боламыз. Бір жасағаннан сәтті шығатын осы пирогты сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып қойыңыз. Ең алдымен 4 жұмыртқаның үстіне 250 грамм қантты қосып, жақсылап миксермен ағарғанша 2-3 минут араластырамыз. Айта кететін жайт, осы пирогқа қосатын барлық ингредиенттерді алдын ала жарты сағатқа бөлме температурасына шығарып, жылытып қойған дұрыс болады. Сол кезде пирогыңыз әдемі болып көтеріледі. Енді аппақ боп ағарып көтерілгеннен кейін үстінен 270-250 граммдай 20% дүкеннің қаймағын саламыз. Және де 120 грамм сары май, 72% маргаринді қолдануға болады. Осыларды жақсылап салып, тағы да жарты минут араластырамыз. Енді ұнымызды үстіне 1 шай қасық сода салып, алдын ала електен өткізілген ұнмен де осыны жақсылап жаңағы массамыздың үстіне салып, толықтай араластыратын боламыз. Арасында іртік-іртік болып қалып қалмау үшін жақсылап араластырған дұрыс. Миксермен немесе осылай венчикпен араластыруға болады. Оның бәрін бірден салып тастамай, 2-3-ке бөліп салған дұрыс болады. Сол кезде жаңағы әдем болып көтерілген массамыз бірден түсіп кетпейді. Және де пирог піскен кезде биік болып шығады. Мінекей осындай қоюлықта болады. Енді осы массамызды жақсылап біріктіріп, 2 ыдысқа теңдей бөлеміз. Бір бөлігі ақ бөлік болады, екінші бөлігіне қазір 2 ас қасық какао салатын боламыз. Мендегі какао Рахат фирмасынікі. Осындай Рахат фирмасынікі немесе тағы да басқа да кондитерлік дүкендерде сатылатын сапалы какаоны қолданған дұрыс. Ал магазиндегі какао порошок деп тұрған арзан какаоларды қолданбауға кеңес беремін. Өйткені олардың сапасы өте нашар болып шығады. Сапалы какаоны қолданған дұрыс. Сол кезде пирогтың да сапасы жақсы болады. Менің қамырым кішкене қоюла болғандықтан аздап үстіне 2 ас қасықтай сүт қосып жібердім. Қамырыңыз қою болып қалатын болса, осылай сүт қосып жіберсеңіздер болады. Осы зебра пирогын дәл осы рецептпен сіздерге жасауға кеңес беремін. Өйткені басқа да рецепттерді қолданып көрдім оның алдында. Дәл осы сияқты өте нәзік әрі жұмсақ болып шықпайды. Мінекей біздің зебра пирогымыздың ақ және қара қамыры, яғни массамыз дайын болды. Енді осыларды қазір формаға кезекпен кезек құятын боламыз. Мендегі пирог пісіретін форманың диаметрі 26 см. Астына осындай фольга төседім. Пергамент қағазын төссеңіздер де болады. Енді осыған қазір ақ және қара тестаны 2 ас қасықтан домалақ етіп құйып отырамыз. Еске кететін жайт, бұл пирогқа ешқандай да разрыхитель, яғни қамыр қопсыш қоспаймыз. Тек соданың көмегімен осылай биік болып көтеріледі. Барлық тестаны құйып болған соң, осылай шпажканың көмегімен узор жасасаңыздар да болады. Сол кезде піскенде әдемі болып көрінеді. Енді осы пирогымызды алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста 45 минутта пісіріп аламыз. Міне осымен пирогымыз дайын, өте биік әрі нәзік болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасауға кеңес беремін. Мен пирог піскен соң, сол пештің ішінде жарты сағат, 1 сағатқа дейін әбден суығанша бетін ашпай, солай пештің ішіне суыттым. Сол кезде көтерілген пирогымыз түсіп қалмай, өз формасын жақсы сақтайды. Отбасыма қонақтар келгенде осы пирогты әрдайым жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте биік әрі нәзік жұмсақ болып шығады. Узорларда әдемі болып сақталған.
Егер де видеом ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.